Сәлеметсіздер ме, менің қымбатты достарым? Бүгін біз ағаштардың жыл мезгілдеріне қарай қалай ғажайып өзгерістерге ұшырайтынын бірге зерттеп көреміз бе? Қызықты көріністерге назар салайық, көріңіздер. Көктем мезгілі келгенде ағаштар ұзақ ұйқыдан оянып кетеді. Олардың бұтақтарында кішкентай жасыл бүршіктер пайда болады. Содан кейін жұмсақ қызғылт гүлдер біртіндеп ашылып, әдемі гүлдеу басталады. Жаз айларында ағаштар қалың жасыл жапырақтармен толық жабылып күшті өседі. Бұтақтарында тәтті жемістер пісіп ілініп тұрады, ал олар бізге салқын көлеңке сыйлап, ыстықтан қорғайды. Күз мезгілінде ағаштардың жапырақтары жарқын сары, қызғылт қызыл түстерге боялып, қурап қалады және біртіндеп жығылып түседі. Жер беті түрлі түсті жапырақ кілеммен жабылып, өте әдемі көрінеді. Қыс мезгілінде ағаштар жапырақтарынан айырылып, жалаңашталады, ал аспаннан жұмсақ қар жауып, бұтақтарын қар жамылғысымен жабады. Олар қысқы ұйқыға жатып көктемді күтеді. Қараңыздар, жыл мезгілдері ағаштарды әр түрлі етіп өзгертеді, бірақ әрқашан көктем келгенде олар қайта жаңарып, күш-қуат жинайды. Бұл табиғаттың ғажайып циклі. Рахмет, достар, келесі жолы кездесеміз.